Дағы суманы табу үшін өмірді қиындатпашы. Вот жаңа ғана сабақтан келдім. Келе салдым да, міне өз басымда терлеп тұр, қарап тұрсаңдар. Мына көзімнің айналама очкимнің несі ызғып қатып қалыпты да. И сразу микрофонымды алдым да осыны бөліскім келіп кетті. Вот реально. Вообще қиындатпаңдар. Жеңіл қараңдаршы, өмірге бір-ақ рет келеміз да. Жаным ау, сен қанша опыт жинадың, сен қанша обучение өтіп жатырсың, қанша кісіні оқыттың, қанша кісінің алғысын алдың, услуга көрсеттің деген сияқты ғой. Өз салаңның бір еңбек етіп жүрген қатардағы бір несісің, қалай айтсам болады, тұлғасысың деймін да. Бірақ сенде бір уникальность бар, бірақ сенде бір құндылық бар. Сен соны бергің келеді, сен соны көрсеткің келеді. Бәлкім ойлауың мүмкін, ой, обязательно профсъемка керек, әдемі киініп түсу керек, обязательно профкамера керек. Жоқ. 2026 жылы, биыл шындық жылы. Уже фильтр бәрі болды. Шығатындардың бәрі инфобизнестен кетіп қалды. Қазір қалатындар қалды. Бірақ биыл шындық жылы. Сен не сезесің? Сен нені сезініп жүрсің? Неден қиналып жүрсің? Нені шеше алмай жүрсің? Өз салаңда қандай проблемалар болады? Оны қалай шешудесің? Адамдарға сенің осындай опыттарың қызық. Так что қиналмай, бар инструментті смело қолдан. Потому что бүгін сен қолданбасаң, оны басқа біреу қолданып, сенің ана армандарың тек қана дәптерге жазып қойған құр қағаз болады, который сен кезінде барып әдемілеп отырып, эмоцияда отырып жазған сенің сол бір моментің просто сені эмоционалдық әрекеттердің құрбаны етеді. Сондықтан өмірді қиындатпай, как оно есть, бөлісуге үйреніңіз. 2026 жыл шындық жылы.